спорда. Бәрекелді, 3-ші орын иегерлері Түркістан Келе қойыңыздар. Қызылорда облысы Шиелі ауданы. 3-ші орынға спонсорлық жасаған Қызылорда облысының Дәстүрге жол аналар бас кеңесшісі Ұлбосын апамыз спонсор болған. Сахнаға шығып, спонсор болған ханымдарда сахна түріне шықсаңыздар болады. Ал 2-ші орын иегері Жамбыл облысы. Келе қойыңыз, Гүлфайрус ханым бастаған команда сахна төрінде көргіміз келеді. Өздеріңізді келіңіздер. 2-ші орынға спонсорлық жасаған Шиелі ауданының аналары. Шиелі ауылының аналарына бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Өзіміз көтермесек, расында да қошеметтемесек, кім бізді келіп расында да құрмет көрсетеді. Керемет, рахмет, Алла разы болсын. Енді 1-ші орын иегері Маңғыстау, Ақтау облысы. Бәрекелді, 1-ші орынға спонсорлық жасаған Жаңақорған ауданының аналары. Жаңақорған аналарына да бір қошемет көрсетейік. Ал енді бас жүлдені өздеріңіз айтпаса да түсініп отырған шығарсыздар. Кім деп ойлайсыздар? Міне, мен айтпайым, өздеріңіз мойындап отырған Ақтөбе шаһарынан келген 19 келінге Ақтөбе бас жүлде. Бас жүлде, жеңістеріңіз құтты болсын. Бас жүлдеге спонсорлық жасаған Дәстүрге жол қазақ аналары қоғамы. Ақтөбе қаласы бас жүлде. Қошеметтеріңіз қайда? Төрайымдар, келе қойыңыздар. 2-ші орын алған Ақтөбе красавчик.